Құрметті аналар, ең бастысы балалардың жазғы демалысын жақсы өтуіне атсалысып, арасында кітап оқытып, білімін тексеріп қойыңыздар. Ең бастысы суға жалғыз жібермеңіздер. Осымен біздің жиналысымыз аяқталды. Сіздерге көп рахмет. Балалар, мектепті ұмытып қалмаңдар. Ал, сау болыңыздар. Жиналыс бітіп қойды ма не? Қараңыз, ана қорқып тұр. Аға, неге жиналысқа кешігіп келесің? Апай біраз нәрсе айтты. Осындай да қасымызда анамыз болғанда, басқа балалар сияқты жиналысқа ананы келіп едім. Алған бағаларын көрсетіп едім. Қызым. Ау, әке. Түскәс дайын болып қалды ма? Иә. Жаңа ғана 10 болып жатқан сияқты? Иә, мен сіздерге арнап күштеп түскәс әзірледім ғой. Қолғанат қайда, шақырдың ба? Иә, айтпақшыға есік алдында темірлермен алысып жатыр. Шақырғам, иә, қазір кірем деген. Қолғанат. Қолғанат дейм. Не керек саған? Сен неге мектептен берген көмектен бас тарттың? Мен ешкімнің көмегіне мұқтаж емеспін. Олай мені кемсітпесін. Қолғанат, ол жерде сені ешкім кемсіткен жоқ. Жайға саған аз-маз көмек болсын деген түрлері ғой. Мен бәріне өзім жетем. Сонша мықтысың ба? Иә. Онда неге қарындасыңды ойламайсың? Қарындасымды? Менен артық ешкім ойламайды. Қолғанат. Әңгіме бітсе жүре берші. Мен қолым бос емес. Қара көзіне келді. Тамаққа кір демедің бе? Тойып тұр екен. Тағы ұрсып қалыңдар ма? Қызым. Ау. Шайыңды қой. Мұнда не yapıyorsun? Саған келдім. Менің мұнда екенімді қайдан білдің? Үйіне барсам жоқсың. Сосын мұнда келдім. Сен басқа баратын жерің жоқ қой. Айтпақшы. Мынау саған. Не күлесің? Ортап қалдым осы енді. Аласың ба алмайсың ба? Қазір лақтыра салам. Романтикадан жұрда екенсің. Ау? Ештеңе. Үй жақта кездесу, онда неге бәрі қайтпа, ома негізге үйге қайтсай. Үй жақта кездесу, онда неге бәрі қайтпа, ома негізге үйге қайтсай.
қалай өткенін. Сенің жаныңда байқамай қалдым, сезбедім. Сенің жаныңда қуанып бізді балаша, өзіңмен әлем басқа, қандай керемет тамаша. Қолғанат, тем шеші бол, әкеміз талып қалып, бол! Ой, қарамайсың ба? Қалайсыз аға? Әке. Аға, неге денсаулықтың ойнайсыз аға? Сізге артық қимылдауға болмайды. Одан да больницаға жатып емделсеңізші. Рахмет бауырым. Алаңдама, бәрі жақсы. Жақсылап демалыңыз аға. Жоға. Ұзақ жата алмайын, тұрғызыңдар. Қазір аға көмектесейін. Абайлаңыз. Асықпай қозғалыңыз. Аға, жақсы сау болыңыз. Сауығып кетіңіз. Мұқият боларсың. Жақсы сау болыңыздар. Әке, неге олай жасайсың? Өзіңді олай неге қинайсың? Айтшы, әке. Өзің неге ойламайсың? Біз сенен айырылып қалсақ, ертең күніміз не болмақ? Мен білем, әке. Сен талпынасың. Бізге титтей де болса жәрдем бергің келеді. Бірақ олай өзіңді қинамашы. Біз әлі-ақ бәріне жетеміз. Бақытты отбасылардың қатарына кіреміз. Сен жүресің, біздің тойымызды көресің. Бірақ ол үшін біз мықты отбасы болу керекпіз, әке. Біз әлі-ақ бақытты отбасылардың қатарында боламыз. Сен сауығып кетесің. Мен сенем оған, әке. Әшөк. Кел. Өзің қимаш, әке. Біз сен аман болғанын алаймыз, әке. Сауығып кетесің, әке, әлі-ақ сен. Саида, мынау қалсын. Ал мынаған жөндеулер жаса да, почтаға жібере бер. Жақсы. Жақсы. Досым, ассалаумағалейкум. О, Ақжолтай досым. Уағалейкум ассалам, Ақжолтай досым. Досым, амансың ба? Қалайсыңдар? Отыр, төрле. Рахмет, досым. Сені де қаладан көретін күн бар екен ау. Ауыл басы қалай? Аман есен, бәрі жақсы. Өзің қалайсың? Анаң қалай? Бәрі жақсы, аман. Анам сені күнде сұрайды. Біз саған қарыздармыз, досым. Анаңа сәлем айт. Досым, мен саған бір бұйым тоймен келіп тұр едім. Ой, досым, не әңгіме? Не көмек? Досым, енді мен бір жақсы танитын отбасыға сенің көмегің қажет. Мынау бір шай ішіп асықпай отырып айтатын әңгіме екен. Қазір. Саида? Саида. Ой, Саида. Бізге ішетін бір нәрсе алып келші. Жақсы, чай, кофе? Досым? Шай бола береді.
Бізге 2 шай алып келші. Сүтпен сүтсіз? Сүтпен. Шай қантпен қантсыз? Бізге су әкеле сал. Жақсы. Кешіріңіз, су газбен газсыз? Кім, рахмет, бізге еш нәрсе қажет. Жақсы. Қайтесің досым, мән берме, айта бер. Қысқасы былай ғой досым. Біздің ауылда бір отбасы бар. Қазір жағдайлар күрт төмендеп кетті. Бір уақытта жол апатына ұшырап, анасынан айырылды, әкесі мүгедек арбасында отыр. Бір ғана әкесінің жәрдемақысымен күн көріп отыр. Балаларға обал. Бала болса 10 бітіреді, қыз болса 7 бітіреді. Екеуі де мықты, өте өжет. Енді мына қиындықтары теріс жолға сүреме деп қорғам. Әкесін тексердім, мүмкіндік бар. Тек қаражат керек досым. Алла сақтасын. Қиын болған екен әрине. Но дұшпаныңа да тілемейтін жағдай екен. Досым, әрине көмек етем. Қанша керек? Бір аптада тауып берейін. Досым, жағдай біз ойлағандай болмай тұр. Сол үйдің батыры Қолғанат өте намысшыл. Бәріне өз жеткісі келеді. Өзім біреу аяп қараса, ұнатпайды. Білем, қате пікір. Қазір әкесіне қаржы тауып емдету керек. Қайтесің, жастық намыс қой. Кеше мектеп берген көмектен де толық бас тартыпты. Соған бір нәрсе жасау керек. Ол бала бәріне өз жететіндей болуы шарт. Мына операция маған ұнап тұр. Әрі жасырын садақа дейсің ғой. Ол да дұрыс. Оң қолың жасаған жақсылықты сол қолың көрмесін деген. Баланың неге икемі бар? Спорт десе ішкенәсін жерге қояды. Досым, болды онда мен ойланайын. Кешке айтам. Жалпы шаруа шешілді деп ойлай бер. Одан да жүр, бір жерге барып шай ішіп қайтайық. Әйтпесе, мыналар бізді шөлден қатырар. Көзінің айналасындағы бақытын байқамайтындай, кейде біз қандай да кәпармыз, саналуан адам сондай. Досыма дос көп жарытпасым, жарыма қалай жұп болам, әуелден адам болайын таза бұлақтай. Әрке сол дос болмаса. О, қалайсыңдар? Жақсы өздерің? Нормально. Ана неге жүгіртіп қойғансыңдар? Оны велик көтермейді ғой. Я велик басталды. Қойыңдаш болды. Не болды соншама? Қойыңды барасыңдар ма? Айтпақшы бүгін Арубайдың туған күні екен ғой. Сендер барасыңдар ма? Я, қазір Айшаны алып сосын барамыз артан. Сендер барасыңдар ма? Не пісіп жатыр? Манты. Онда барам ғой. Кеттім мен. Көзінің айналасындағы бақытын байқамайтындай, кейде біз қандай да кәпармыз, саналуан адам сондай. Досыма дос көп жарытпасым, жарыма қалай жұп болам, әуелден Ильяс, қайда жиналдың? Туған күнге. Сен туған күнге барған соң, бар тамақ пісіп тұр, тез-тез жеп ал. Рахмет, анда манты пісіріп отыр. Бәсе сені бір қай бір туған күнге жетісіп барайын деп жатыр десең, сосын Ильяс. Анда барғаннан кейін бәрін аузыңа тыққыштамай асықпай же. Бір күн шашалы бөлесің әйтпесе. Тату тәтті жылы көңіл. О, Айша, несің бір? Жылына бір-ақ рет келетін туған күн ғой. Соң айтам, постоянно жинап отқан жоқпыз. Я, өзіміз ән айтып бибелеп отырамыз. Қыздар, ренжімеңдер, мен ағам жібермейді. Жақыш өзім сөйлесейін. Дер. Мен сол үшін маникюр сеттім ғой енді. Ал мен қаладан бір коробка семечка алдырттым. Не қыл жібердіңдер, баратын болдыңдар ма? Қоя тұр. Қыздар, ренжімеңдер, мен жинала беріңдер. Несіңдер? Ана ағаңның өзі келе тұр ғой. Айшөп, мен ана көк спортив қылмайды, Мен оны жинап қойғам. Жақсы. Не ғой Қолғанат? Ау? Қысқасы біз Айшаны туған күнге алып кетейік дегенбіз, бола ма? Я, 11-ден қылмаймыз. Кешікпейміз. Я, тек қана қыздар болып отырамыз. Я, әрине барсын. Бірақ аға, Уайымдама, әкемді өзім қараймын. қыздар, онда мен дайындалып алайын.
Онда біз жүре берейік, сен өзің келесің ғой, ә? Аха, келіп Точно келесің ғой. Ба, кеттік. Eşok. Айтпақшы. Мен сенің әрдайым қасыңдамын. Өзіңе де, өзгеге де көңіл бол. Біздің арамызда осылай құлпырып жүре бер. Ата-анаңның мақтанышы бол. Сабағыңды беске өтіп, қызыға оқып, өзіңнің қалған оқуға түсіп кет. Бауыр деген әрине бауыр еді. Жақын болар сол үшін. Айсыз түнде тұратын жол көрсетіп, жүректе өшпейтін жан болды. Бауыр десең қандай жан етеміз. Оны менен арды дайын. Жөні бар, содан шықпайды жөні. Ана емес па? Я, біздің Айша ал. Жүрш кеттік. Айшок. Не болды, Айшок? Біреу тиістің, а? Айшок деймін. Ағау, неге біздің жағдайымыз тым қиын? Айтшы, неге біз басқа балалар сияқты ойнап күліп баланс өмір сүрмейміз? Айтшы керек, бізден бір күнде айырылып қалсақ не істейміз? Бізде қашан барлық жақсы болады? Қарындасым-ау. Жаным, Қошақан. Неге олай ойлайсың? Қарашы маған. Сен көп ойлап, көп жылсан әкемізге қиын түсінесің бе? Сондықтан олай көп жылап, көп ойлама. Одан да әкемізге бар, шайын бер. Мен қазір барам. Білесің бе, бүгін мен өмірімде алғаш рет қарындасым сұрағына сәл кідіріп жауап бердім. Шыны керек, мен де бұл өмірден шаршап кеттім. Кейде бас ауған жаққа кетіп қалғым келеді. Қой, олай деме. Ондай өмірдің болмаш сынақтарына бола, сынудың қажеті жоқ. Кезінде атам айтушы еді, бір жамандықтың артынан екі жақсылық болады деп. Ең бастысы, сенің қасында қолдайтын жандардың бәрін ешқашанда ұмытпа. Турник әр үйде бар. Оған коньки керек емес, қымбат форма керек емес. Ешнәрсе керек емес. Адам керек. Адам керек, күн шықса болды да. Екеуінде шыға ғой, екі қолы бар ғой, бүйтсе болды. Қолы Г-образно болса болды. Сөйтіп $1 миллион қояйық.
$1 миллион Қазақстан бойынша турниктен кім көп тартылады? Болды. Басқа правила жоқ, андай шашымдандай болу керек деген жоқ. Просто маған бүйтіп мына жерге дейін кім көп тартылады, сол $1 миллион. Не болады далада? Темір индустриясы дамиды ғой. Алло, досым, идея таптым, дайындал. Алло, Саида, сен демалысты қалап жүредің ғой. Ендеше дайындал, саған путевка бар. Кет. Вот тебе и отпуск. Добро пожаловать, Саида. Алло, да, тыңдап тұрмын. Я жеттім, тамаша. Ага. А вот и он сам. Саламатсыз ба? Сізге Ринат Маратұлы. Ассалаумағалейкум, досым. Уағалейкум ассалам, досым. Қалайсың? Жаңалығым ауылды жарып жатыр ма? Иә. Не болып жатыр? Түсіне алар емеспін. Турниктен жарыс деген қалай болады екен? Болады, досым, болады. Еш алаңдама. Қысқасы былай. Ауылда турниктен жарыс өткізесіңдер. Қолғанат сол жерде жеңу керек. Бас жүлде өзің естігендей 500 мың теңге. Иә, ол жағын түсініп тұрмын. Қолғанат ұтпай қалса ше? Ақшаң өзге жанға кете ме? Ұтады, досым, ұтады. Алаңдама. Тек жақсылап дайында. Аш қасқыр қашанда өзінің азығы үшін бәріне барады. Бастысы әділ болады. Ұтылса, ақша далаға кетіп жатқан жоқ. Ауылдың бір қара домалағына бұйырар. Сосын арамызда қалсын, досым. Азамат, жарайсың. Рахмет саған. Қолғанат міндетті түрде жақсылап дайындалып ұтатын болады. Айтпақшы, менің көмекшімді жақсылап орналастырасың ғой. Ол қатысушылардың тізімін жазып алады. Бір аптада жарыс өткізіп қайтады. Жақсы, аман бол. Жақсы, досым, жақсы. Болды бұйыртса. Екеуміз жанайық аспанда, жанғандай жұлдызда. Бүгін маған хабарласпаңда, менің жанымда. Құрсын, мына жаз басталмай күн шыжыдау. Айтпа құрсын, қатты ыстық. Айтпақшы, сен жаңалық естідің бе? Қандай? Ой, біздің ауылға бір бизнесмен жігіт келіп, спорттан турнир өткізгелі жатқан көрінеді, турниктен тартылудан. Құрсын, бұны несі жаңалық? Жылда 9 майда өтіп жүр ғой. Бас жүлде 500 мың теңге көрінеді. 500 мың? Иә, 500 мың көрінеді. Қой, сенің жасың түйемен жасты ғой. Ол жерге 12 мен 22 жастағы балаларды алады тек қанағы. Саған не бар? Не? Ай, Шалқар, кел шайға. Кел шай іш. Атыңыз? Бекзат. Жасыңыз? 14-темін. Сізге болмайды ғой. Жаза берші, ертең таңертең 15-ке толам мен. Жақсы, барыңыз енді қаласына. Сағат сабай. Саламатсыз ба, атыңыз? Бегарс. Шайнамаш? Шайнамаш деген сайт тұр қой Бегарс деп. Я про жвачку. Мама. Зачем за ухо приклеил?
нағылдайды. Ай, жазы шеш болды енді. Қатысуға келіп тұр ғой. Да, возраст. 15-тен асып кеттім. Апа, сен атыла циркке берет білесің ба? Какой еще цирк? Цирк бар ма бүгін? Нет. Ертең бола ма? Ни завтра, ни послезавтра, ни на следующей неделе цирка не будет. Саламатсыз апай, қалайсыз? Апай, менің есімім Әсет болды. Жасым 17-те, мен тез жазып қоясыз. 500-ін бересіздер ма? Мен ұтамын осы жарыс апай. Тезірек жазасыз ба? Сіздер жақта осы көлеңке бар ма? Айналайын, осы трен шыққалы 63-ші адамсың. Тезірек жазшы, сөз жазбайшы. Қош. Жаздым. Еші сұрынға, немай не ойын өтіп, дискотека ма? Я қашан еші де өт, сосын андай, дескі мұнсы болсындар, бейт тұрып бере ой. Сосын шаның жерде жасаманашы, құдай үшін. Я 2 сағат асықпай, терлеп, тепшіп бере ой. Дискотека? О чем девочки? Нет никакой дискотеки, не будет ее. Думай, Маня. Нет, это место, где люди записываются на соревнования по турнику. Турнику дейді, басқа нәрсе бар. Ей, серьезно ой ма? Точно ма? Точно. Нет, не будет. Нет, Виллис. Жасым 15-те. А ты точно умеешь подтягиваться? А? Турникке тартыла аласың ба деймін? 5-6 рет тартып берем керек. А если по чесноку? Кейде 4-4, сендердің тілдерің 4 ғой? 4. Сіздер 500-ын бересіздер ғой? Әрине. Онда 500-ын қалтамда ғой? Все нормально? Все хорошо? Я жарысқа қатысуға келгенмін. Да, конечно. Имя? Қолғанат. Жақсы. Жасым 17-те. Жақсы. Сосын 2 досым бар, сонда жазып қоя қойыңыз. Жақсы. Қайда бар деп еді? Қайда барам? Ояна апаш. Бөлежан, қош келдің ауылға. Бөлежан, мына киім үстіңе қойып қойғандай. Спасибо. Сосын, не ғой, ауылға келесілер жұмсап қойғанымызға ренжімеш. Ну, ничего страшного, все нормально. Апатай, бөлем екен, мына кілемді күштеп тез жуып тыңдашы, мен 12 кілемші. Ильяс, қанды ішпей бар, тез суды қосшы, бол тез. А почему ковер в мойку не отнести? Быстро же будет или жоқ па? Бөлежан, біріншіден, ауылда қолмен жуған тазалыққа жақсы. Екіншіден, ауылда ондай жоқ. Болған күннің өзінде ауылдан оған бармайтын да шығар. Әркімге өзі жуған ыңғайлы. Айтпақшы, осы сендер мектепке қалай барып келесіңдер? Алыс қой. Нет, нормально.
Бөле, сен не қазақша сөйлеспейсің? Қазақ емессің бе? Или қалада бәрі орысша сөйлей ме? Ну, это в городе. Это модно, тренд, можно сказать. Ай, білмеймін ал. Біздің ауылда бәрі қазақша сөйлейді. Бірақ орысша білмейді деген сөз емес. Мен ойымша, трендте, модада ол нағыз ауылда. Кімде-кім қандай тіл сөйлесе, сол тілді ойлап өмір сүреді деп ойлаймын. Мә, мына айтып жатырған Ильяс па? Ей, давайте мен жылдам жүріп тастайық, Кілем жуатсыңдар ма не? Дұрыс жуу керек қой. Біз де алдында жудық. Неме айтасың, ана жерін дұрыстап жуып жіберсе бетін қалып қойған ғой. Масарыңыз кім? Қалаңыз ау деймін. Жуғаннан көрініп тұр ғой. Өлеміз ғой. Саған не керек? Ода да көмектеспейсің бе онда? Жоқ, мен шаруаларым бар. Сосын ана жерді дұрыстап жуып жіберіңдер. Давайте. Мән бермей, өзі сондай қыз ана. Я устала. Көшесің ба? Мен ше, мен. То, Ильяс, жағаласпаш. Жүрінді магазинге барып. Мен де бak. Ай болуларыңыз өздеріңіздің қолдаңыз. Ол үшін сіздерге не істеу керек? Мына мені мұқият тыңдауларыңыз керек. Қазір біздер аффирмация жасайтын боламыз. Бұл қалай? Апа, мысалға сіздің бай болғыңыз келе ме? Апа, ол былай ғой, қараңызшы. Қазір сіз өзіңізді қаланың қақ ортасында мықты машинамен келе жатырмын деп естисіз. Мынау сіздің рөліңіз болады. Ұстаңыз. Уайымдамаңыз. Шалқар-ау, қойшы. Менде правода жоқ қой. Мә, қалай апай ол? Сізде болашақта бәрі болады. Правода болады, машинада болады, иә? Міне, айтаңыз. Светофор әне. Светофорды көрдіңіз бе? Ой, көріп тұрмын, жасыл жанып тұр. Ана жерде пешеход бар әне, пешеход. Оны да көріп тұрмын. Адамдар. Ей, былай тұр. Мынау праваны сатып алған ау деймін. Көлігін де білмейді ғой мынау. Ой, апа, не қылып жүрдіңіз? Жезде сіздің қай елге бар? Демалғыңыз келіп жүр. Күшті жатып, пляжда қай елге барғыңыз келіп жүр? Дубайға барамыз ба? Дубайға барамыз ба? Енші көзіңіз жұмыңыз. Сіз самолетпен ұшып кетсіз. Самолеттен қондыңыз. Дубай. Сезіп өтсіз ба? Иә, сезіп. Енді мороженое жейтін боламыз қазір. Дубайда күн ыстық дейді ғой. Мороженое алыңыз. Міне. Ұстаңыз. Мороженое. Тәтті ма? Жоқ, мен жемеймін, сіз жей беріңіз. Күшті ма? Енді осындай мороженое күн сайын жейсіз. Дубайда жүресіз ғой өйткенде. Тұрачы. Дубайың ыстық екен. Я, ыстық қой Дубай деген. Битек. Америкаға барайықшы. Жақсы, Америка бар. Тұрат. Ояқ қымбат қой. Қымбат бірақ ояқ. Оның үстіне бізде қазір кредит бар, қарыз бар. Қарыз барлар неге шетелге шығармайды дейді ғой қазір? Ой, жезде, сіз мені түсінбей тұрсыз. Просто елестету керек, көзіңізді жұмып, елестетіп, күшті қосылай, елестету керек. Қалай елестетіп жүр, жұмыс жоқ қой бізде. Ой, жезде. Ай, Шалқар, барш. Досың келіп тұр әне. Басымызды қатырдың ғой. Ой, сіздер мені түсінбей тұрсыздар просто. Елестету керек қой. Ау! Қазір. Қалайсың? Өзің көріп тұрғандай ғой. Қысқасы, ауылда турниктен жарыс өтейін деп жатыр. Соған черный үшеуміз жасып қойдым. Жақсы, жассаңыз. Кеттік ана черный тауып алайық. Давай. Негізі бар ғой. Мен осы бар ғой. Асқазаным кішкене ауыратыны бар еді. Жасып қойдың ғой сендер. Ой, жай. Кеттік тауып алайық. Қайда жүр екен? Айтам. Жоқ.
Ассалямуалейкум. Қайсыңдар? Жақсысың, нормально. Добро пожаловать в мой мир. Кеттік суға түсіңдер. Жаздың басталған жаңа ғой. Сен болсаң уже суға түсіп жүрсің ба? Әлде балықтарға тамақ беріп жүрсің ба? Сондай жұмыста тұр алдың ба? Абылай, жұмысым бітсе кеттік, шығайық. Давай, шығайық. Соң айтам, аннан іздеп, мұнан іздеп. Бірінші мұнда келмейсіңдер ме? Қолғанат, бізге 100 000 жарайды. Біз қайттық. Қумандар ше? Серьезно, күнде шашып кет. Мен черныйға қосылам. Кеттік біздер. Давай онда. Давай. Нешеу жасап едің? 10 рет жасадым. Не істеушісің да? Жай. Кел отыр. Сен сонда бәрін санап отырсың ба? Иә. Кітап оқисың ба? Жоқ, оқымайым. Негізше, кітапхана шапайда айым. Кішкене болса демалыс берші. Бір аптадан тапсырам ғой. Не ғой? Айта. Қарагөз. Қайсыңдар? Жақсысың, қайсың? Шүкір Алла деп. Алина, сен жүре берші, мен қыз барам. Мына қыз кім? Бөлеу. Жарысты көру келем, а? Айтшы апарайын ба? Досында қолдауға келетіндер көп болса, артық етпесін негізі. Жақсы апарарым. Айтпақшы, жарысқа дайындығың қалай болып жатыр? Былай дайындалатын. Қарагөз. Бүгін міне жарыс уақыты. Осы жарыста бас жүлдені алсам, өміріміз өзгерер еді. Бәлкім, әкемнің еміне қаражатты ұтып алармын. Тіпті қарындасыма басқалар сияқты керемет сыйлық сыйлар едім. Сондықтан осы жарыстан қалайда бас жүлдені ұтып алуым керек. Қолғанат деп атымды әкем қойған. Соны бір жағынан дәлелдеуім керек. Мен әрқашан өз отбасыма қолғанатпын. Күшіне ұзақ келседім көммен, күйде ұзақ бүрлеп ішпесең сенімен. Кезікті құшақ керек әр адамға теңмен. Кез келген емес, естен без емес кеткен. Мақтап алар кейде сапта, алар өмір кезекте тұрсыңды тапсап. Ақымақ болған алтындасыңдай, шірге де тағар өмір жасырмай. Жарыс басталама жоқ па? Кім алады екен 500 000-ды? Мен ойымша ол өтірік сияқты. Неге олай дейсің? Оданша қолдамайсың ба? Ой, сенен бір сұрадым ма? Сосын не алып көргенсің кітабыңды? Ортасында оқимын ғой. Демалысты бекер өткізбеу керек. Армысыздар, құрметті ауыл тұрғындары және ауылымыздың қонақтары. Бастал. Болмаған керемет жағдайдың куәсі болғалы жатқан жайымыз бар. Ауылымызда керемет жастарымызды спортқа баулып, турниктен жарыс өткізбекпіз. Бұрын соңды болмаған жағдай, турникке тартылған жарыс. Бас жүлде 500 000 теңге. Ендеше қатысушыларымызға сәттілік тілей отырып, жарысымызды тамашалайық. Қош келдіңіздер.
Ал енді марапаттау сәтінің бас жүлдесіне кезек берсек, 15 және 22 жас аралығындағы турникке тартылудан 30 рет тартылып, бас жүлдені егерген Қанатұлы Қолғанатты ортаға шақырайық. Жарайсың құлыным. Рахмет әке. Үмітің ақталды. Бір адамның емес, бір елдің баласы бол. Барлығы сіздердің арқаларыңыз. Жарайсың. Жүріңдер. Жарайсың, Қолғанат, құтты болсын. Рахмет. Менің сіздерге тағы бір жақсы жаңалығым бар. Қандай? Аға, сіздің еміңізге портал ашылды. Шын ба? Енді сіздің еміңізді біздің еліміздің білікті мамандары жасайтын болады. Рахмет, аға. Жарайсың, Қолғанат. Жарайсың, құтты болсын. Жақсы аға, сау болып кетіңіз. Жақсы аға, сау болыңыз. Сау болыңыз. Айттым ғой әке, сен жүресің. Ашөк, әкеміз енді жүретін болады. Мә, қараңызшы, сіздің арқаңызда бір отбасының өмірі өзгерді. Біз тек қана себепшіміз, ал беруші басқа. Мен Қолғанатқа балық емес, балықты ұстайтын қармақ бердім. Еңбек түбі жеңбек. Кеше арман болған нәрсеге бүгін жету қиын емес. Тек сол нәрсені мақсатқа айналдырған абзал. Айдан кейін күн шығатын секілді, әрбір қиындықтың өз жеңісі бар. Тек шыдай білсең болғаны.